Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Алматы қаласы шетел тілдер педагогикалық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы Жұматаева Гүлзада Жетпісбайқызы. Жаңа педагогикалық технологиялар пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дамыта оқыту технологиясы. Сабақтың мақсаты білім алушылардың дамыта оқыту технологиясы туралы түсініктерін кеңейту, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуда шығармашылық қабілеттерін арттыруға қажетті іскерлік пен дағдыны қалыптастыру жолдарын меңгерту. Сабақтың міндеттері дамыта оқыту теориясына түсінік беру, дамыта оқыту технологиясының шығу тарихына тоқталу, дамыта оқыту технологиясының тиімділігін меңгерту. Күтілетін нәтиже: білім алушылар дамыта оқыту теориясына түсінік бере алады. Дамыта оқыту технологиясының шығу тарихын біледі. Дамыта оқыту технологиясының тиімділігін айқындай алады. Дамыта оқыту дегеніміз не? Алдымен оқу, оқыту, даму ұғымдарына анықтама бергенді жөн санаймын. Оқу – адамның психикалық дамуының формасы, элементі. Кез келген оқыту белгілі бір мөлшерде адамды дамытады. Оқыту – оқушыны білімдендіру, тәрбиелеу, дамыту мақсатына бағытталған, алдын ала жоспарланған іс-әрекет. Даму ұғымының психологиялық анықтамасы – жаңарту процесі, жаңаның өмірге келіп, ескінің жоғалуы деген мағынаны береді. Барлық табиғат құбылыстары сияқты, бала психикасы да үнемі диалектикалық жолмен дамып, өзгеріп, бір деңгейден екінші деңгейге өтіп отырады. Сонымен, дамыта оқыту дегеніміз оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері баланың даму заңдылықтарына сәйкестендірілген оқытуды айтамыз. Дамыта оқыту теориясының тарихы. Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасу мәселесіне қазақтың педагог ағартушылары Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлихановтар өз еңбектерінде көп көңіл бөлген. Олардың бала тәрбиесі, болашақ ұрпақ тәрбиесі туралы айтқан құнды пікірлері дамыта оқытуды зерттеуші ғалымдардың қағидасымен үндес келеді. Дамыта оқыту деген термин психология ғылымының қойнауында туып, баланың дамуын қарастырған Жан Пиаже, ойлаудың әртүрлі деңгейін типтерін Выготский, Рубинштейн және басқа да ғалымдардың жасаған еңбектерінде жан-жақты талданды. Нәтижесінде дамыта оқыту проблемасына арналған екі іргелі эксперимент жасалып, оның бірін Эльконин, Давыдов, ал екіншісін Санков басқарды. Дамыта оқытудың маңыздылығы: жеке тұлғаның шығармашылықпен еркін айналысуына, ізденуіне, жан-жақты дамуына жағдай жасау. Дамыта оқытудың тиімділігі: оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру, яғни ақыл-ой мен өзіндік тұжырымы арқылы ғана жаңа тақырыпты саналы түрде меңгеру дағдыларын қалыптастырады. Дамыта оқытудың негізгі мақсаты: баланың еркіндігін қалыптастыру, жекелік қасиеттерін ескеру, басшылыққа алу, баланы оқыта отырып, жалпы дамыту, өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға дағдыландыру, әрі қарай ұшқырлау, тұлғалыққа бағыттау. Дамыта оқыту жүйесінде оқушылардың ойларын жетілдірудің маңызы зор. Біріншіден, дамыта оқытуда білім даяр күйінде берілмейді. Оған оқушы өз оқу әрекеті арқылы қол жеткізе алады. Сабақтың алғашқы ізденіс кезеңінде жаңа ақпарат жайлы не білетіндіктерін ортаға салып, мәселені өз беттерінше шешуге талпынады. Екіншіден, дамыта оқытуда оқушы жоғары қиындықтағы мәселелерді шеше отырып, өзінің санасының саңылауларын ашады. Әр оқушының өзінің деңгейіне дейін дамуға қол жеткізе алады. Үшіншіден, оқушының жеке басын дамытатын басты құрал ол өзінің әрекеті. Сол себептен дамыта оқытудағы оқыту әдістері оқушыны белсенді жұмыс жағдайына қоя отырып, мәселелерді, қайшылықтарды шешу мақсатын қояды. Төртіншіден, дамыта оқыту жүйесінің нәтижелі болуы оқушы мен мұғалімнің арасындағы жаңаша қарым-қатынасы арасында ғана өз жемісін береді. Дамыта оқыту күрделі құрылымды біртұтас педагогикалық жүйе.
Оның нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесіне көтерілуі көзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдайлар жасалады. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы көздеген мақсатында, мәнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс-тәсілдерінде, оқушының білім алу белсенділігінің түрінде, оқыту үрдісі мүшелерінің әрекеттестік ерекшеліктерінде, олардың қарым-қатынас сипатында, танып білу үрдісін ұйымдастыру түрлерінде көрінеді. Алдағы слайдтарда дамыта оқыту мен дәстүрлі оқытудың айырмашылығын салыстырмалы түрде көрсететін боламын. Дамыта оқыту оқушыны оқу пәндерін оқып үйренуден теориялық ойды дамытатын оқу іс-әрекетіне көшірді. Элконин, Давыдов. Дамыта оқытуда мұғалім жақын даму аймағында жұмыс істеу керек. Ол оқушыға ақпараттар беруші, ынталандырушы, бейне туғызушы, баланың кемшіліктері мен табысына назар аударушы. Себебі әр оқушының өзінің жақын даму аймағы бар. Онда жалпы тәсілмен жұмыс істеуге болмайды. Санков жүйесі. Жалпы, екі жүйенің де басты мақсаттарының бірі баланы оқыта отырып жалпы дамыту, оның еркіндігін қалыптастыру, өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға дағдыландыру, жекелік қасиеттерін ескеру, басшылыққа алу, әрі қарай ұшқырлау, тұлғалыққа бағыттау. Дамыта оқыту жүйесінің авторлары бала ойлауын абстрактіден қарапайымға қайта жетелейді. Осы принципке мен сіздерге мысал келтіргім келеді. А әрпін өткенде алманы көрсете тұрып, оның не екенін, дәмі, түрі, формасы қандай екенін сұрағаннан гөрі, ол туралы не білетінін, не айта алатынын сұрап білудің баланы дамыту үшін тиімділігі зор екенін айтқым келеді. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік ойлау әрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға түсуі керек. Содан барып оның білім алуға деген ынта-ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді. Сабақ мұндай жағдайда төмендегідей 3 құрамдас бөліктерден тұратын болады. Оқу мақсаттарының қойылуы, оны шешудің жолын бірлесе қарастыру, шешімнің дұрыстығын дәлелдеу. Бұл үшеуі дамыта оқытудың Элконин, Давыдов жасаған жүйесінің негізгі компоненттері. Дамыта оқыту жүйесіндегі сабақтардың типологиясы. Оқу міндетін қою сабағы, модельдеу сабағы, нақтылау сабағы, бағалау сабағы. Дамыта оқыту технологиясының нәтижелері. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік бар. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауға, өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастырады. Оқушылардың қабілеттері, сөз таптау еркіндігі, ұйымшылдығы, шығармашылық белсенділігі артады. Олардың әрқайсысының деңгейін анықтауға болады. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады. Дамыта оқыту жүйесі бойынша сабақтарды даярлау және өткізу кезеңдері. Бірінші, әдістемелік іс-әрекет. Сабақтың мазмұны, оқу жағдайын ескеру. Екінші кезең, келесі сабақтың моделін жоспарлау. Сабақтың негізгі мақсаттарын, сабақтың әр кезеңіндегі оқушының негізгі әрекет түрлерін анықтау. Үшінші кезең, сабақты жүргізу. Әр сабақтағы баланың іс-әрекетін ұйымдастыру, жұмыс барысын бақылау жұмысы. Төртінші кезең, рефлексия. Қойылған мақсатқа жету. Тақырып бойынша өзгерістер енгізу. Оқыту нәтижесіне талдау жасау. Дәстүрлі және дамыта оқыту жүйелерінің негізгі белгілерінің салыстырмалы сипаттамасына назар аударыңыздар. Дәстүрлі оқытудың мақсаты оқушыларда білім-білік дағдыны қалыптастыру. Дамыта оқытудың мақсаты байқампаздығын, ойлауын, практикалық әрекетін дамыту. Дәстүрлі оқытудың бастапқы мазмұны, факторлар, мысалдар, тақырыптар, дәлелдер. Дамыта оқытудың бастапқы мазмұны заңдылықтарды, теорияларды,
ұғымдарды, ережелерді қорыту. Дәстүрлі оқытудың формалары жеке, топтық, фронтальды. Дамыта оқытудың формалары бірлескен ұжымдық іс-әрекет. Дәстүрлі оқыту әдістері ауызша түсіндіру, көрнекілік, практикалық. Дамыта оқытудың әдістері проблемалық, баяндау, ізденушілік, зерттеушілік, ойлау. Дәстүрлі оқытуда бақылау, бағалау, оқытудың нәтижесін мұғалімнің бағалауы бойынша бағаланады. Ал дамыта оқытуда бағалау жүйесі өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау, рефлексия болып табылады. Дамыта оқытуда мұғалімнің басты міндеттері оқу барысында баланың бойындағы дамытуды қалыптастыруды дағдыға айналдыру, оқушының сезіміне әсер етіп, логикалық ойын дамыту, жалпы оқушының жан дүниесін дамыту, оқу әрекетін қалыптастыру, айналадағы дүниемен белсенді әрекеттестік, этикалық, эстетикалық қарым-қатынасқа дайындау, дара тұлғалық адамгершілік қалыптарын меңгерту. Сонымен, бүгінгі дамыта оқыту технологиясына қорытынды жасасақ, дамыта оқытудың ерекшелігі оқушыларды еріксіз және қыстамай оқыту. Оқушылардың білім алуға деген қызығушылықтарын дамыту үшін тақырыптарды жаңа бір қырынан қайталауды ұсынып отыру. Білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар үшін міндеттілігі. Оқушыға өз деңгейін таңдауға ерік беру, оқушыларға берілетін білімнің саралануы. Құрметті студенттер, дамыта оқыту технологиясы туралы ұсынылған мәліметтерді тыңдап болсаңыздар, енді өз-өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Берілген 3 сұрақ бойынша, яғни бірінші дамыта оқыту технологиясының негізін қалаған кімдер? Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы қандай? Дамыта оқытуда мұғалімнің басты міндеттері қандай? Аталған сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Сіздер өте жақсы жауап берді деген сенімдемін. Ал енді бүгінгі сабақты сіз қаншалықты түсіндіңіз, меңгердіңіз? Сіз соны осы тұрған жетістік баспалдағы арқылы көрсетуіңізді сұраймын. Бірінші саты түсінбедім, екінші аздап түсіндім, үшінші түсіндім, төртінші қолдана аламын. Сіз қай сатыда тұрсыз? Бірінші ме, екінші, үшінші, немесе төртінші? Егер сіз жетістік баспалдағында тұрсаңыз, мен сізді құттықтаймын. Ал егер сіз бірінші, екінші сатыда тұрсаңыз, абыржымаңыз. Біз жетістік баспалдағына бірге жетеміз. Сонымен, біз бүгінгі сабақта дамыта оқыту теориясына түсінік бердік. Дамыта оқыту технологиясына шығу тарихына тоқталдық. Дамыта оқыту технологиясының тиімділігін анықтадық. Дамыта оқыту жүйесінде оқушылардың ойларын жетілдірудің маңызын білдік. Үй тапсырмасына бірінші дамыта оқыту технологиясының тиімділігі қандай? Мысал келтіріп, ойыңызды дәлелдеңіз. Екінші тапсырма, дамыта оқыту технологиясында қолданылатын әдіс-тәсілдерді табыңыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.